1.500.000 бола ма? Бұл қазір просто К. Енді айтып жатыр ғой, бізге алфавит қуаттылығы анау мынау деп айтпаған, значит мен бұны автоматын байт ретінде аламын. Өйткені бір символ ол бір байтқа тең. Енді 1.500.000 байт болатын болса, мен оны килобайтқа. Иә, сол кезде болады. 1024-ке бөлетін болсақ, ол бізде 1464-тің. Дұрыс есептедіңіз ғой, мен есептеген жоқ мынау. Енді өлшем бірлігі килобайт. Мына жерде өзі айтып жүр ғой, килобайтпен берген. Значит, Д болады. Келесі сұраққа жауап береді Али. Али, мына жақта қалай есептеймін, маған айтшы, просто есептемей ақ қой, просто айт. Не істеу керекпін, қандай формула қолданатын едім? Али? Анаума көбейту К көбейтілген И ма? I тең, мынау ма? К көбейтілген И немесе X деп айтатын едім, иә? Емес пе де? Иә, И десең де болады, немесе X десең де болады. Әр кітап әртүрлі айтқан. Бірақ қарасайш, бізде айтқан 30 символдан тұрады. Жақсы, біздің К-мыз дайын тұрды. Ал мына жақта айтып жатқан 128 символдық алфавит. Мынау N ғой. 128-дің дәрежесін табамыз. Бұл Хартли формуласы еді ғой, естеріңізде болса. Так, 128 тең 2-ның X дәрежесі, 2-ның 7 дәрежесі тең 2-ның X дәрежесіне X тең 7-ге болып кетеді. Еще ол битпен беретін еді. Сонда былай жазамыз. К-ны алып келеміз. 30 символ. Оны көбейтеміз 7-ге. 210 бит болды. Жауап? Дұрыс. Келесіне жауап береді Дамил. Дамил. Астысы кестен беттік кодтауды 8 биттік кодтауда. Мына формуламен шығарылады. Мына 7-ні мына жерге қойып қара. Потом 8-ді, потом 2-ның 7 дәрежесі. 2-ның 7 дәрежесі. Қанша болады? Міне жаңағаны шығардық қой біз. 28. 28 болады. Ал 2-ның 8 дәрежесі? 2-ның 8 дәрежесі. Ну, естественно, 128-ді 2-ге көбейтесің тағы. Ол бізде тәртіппіз. Мұған ойда шашаман. 200? 52 ма? 56 ма? Да, 256 болады. Енді сұрап жатыр сенен, кодтаудан неше есе? ASCII кестесінде 7 биттік кодтау. Мынадан неше есе? Үлкен ба, кіші ма? 2 есе үлкен. 128-ді сұрап жатыр. 128 үлкен ба, мынадан кіші ма? Кіші. Вот, 2 есе кіші дейсің. Келесіге жауап бере ғой. Жақсы, басқалар неңізді аудионызды өшіріңіз. Зере жауап бере ғой шына жаққа. Адамның виртуалды әлемге шомып кетуінің зиянды әсеріне жатпайды. Бұл жерінде кішкене рандомны белгілейсіздер, өткен біз әлі виртуалды шындықтағы адам дегенді әлі өткен жоқ, біз 3D панораманы өтпедік. Зере жауап бар ма? Адамның виртуалды әлемге шомып кетуінің зиянды әсеріне жатпайды дейді. Значит, зиянды емес нәрсе, да? Түсініп тұрсыздар ма? Ағай шомып кету деген қалай ол? Типа, андай, концентрация только виртуалды әлемде өзі өмірін ұмыт кетті. Давид көп қойдасың ба? Иә. Тәуелді болып кеткен. Шомып кету. Абай, по идее ше, болуы деймін. Қараңыздар, адамның ассоциалды болуы болады дейді. Адам ассоциалды болады деген сөз. Ол мына окружающий мына адам болсын, мынау адам болсын, мынаны қоршаған басқа адамдармен ол араласа алмайды, араласқысы келмейді. Сонда солай, яғни солай екен, ол вообще жатпайды ғой. Адам өзінің басты кейіпкерінің рөліне беріліп кетеді.
Жоқ, конечно жата алады ол. Өйткені қараңыз, сіз ойында там какой-то главный геройды ойнайсыз да. Әркім өзі главный геройды ойнағысы келеді ғой әр жерде. Вот ойында прям анау күніне 20 сағаттан отырады. Сен ойлашы енді 20 сағаттан отырған адам, оның психикасына қалай әсер етпейді емес қой, әсер етеді ғой ол нәрсе. Сондықтан ол 20 сағат главный герой 4 сағат өзі болып жүретін болса, конечно, ол главный герой болып кетеді өзі, беріліп кетеді соған. Уақыт сезімін жоғалтады деген дұрыс. Қараңыз, есі дұрыс адам 20 сағат отырмайды. Өйткені оның өзінің өмірінде жұмыстар бар. Сонда ол айтады, адамның аса үлкен менмендігі пайда болады деген. Менмендік деген ол өзімшілдік, тәкаппарлық деген нәрсе. Ол кітапта ешқандай жерде айтылмаған. Мына 3 нәрсе айтылған. Бұл типа алғашқы белгілері деп ше. А вот кітапта мынандай аса үлкен менмендігі деген тәкаппарлық, өзін қатты ойлау деген сияқты. Ол келмейді мыналарға қарағанда. Мына үшеуіне қарағанда мынау келмейді. Сондықтан А варианты. Бізге айтқан ғой әсеріне жатпайтын. Қалғандар әсеріне жатады үшеуі. Б, С, Д. Так, Нұржігіт 5-ші сұрақта қалай есептейтін едік? Сылтау көбейтеміз, а? Нешеге? 16. Иә, дұрыс. 0,25-ті көбейтеміз 16-ға. Мына жақта 0,0 деп бұн ғой. Жауабым 0,12. Иә, қазір көбейтік қызыққа. Қызыққа көбейтік қайықшы, 0,25-ті. 2000 шыға ма? 2 шыға ма ровно? Дұрыс, 2 шығады екен. Ровно 2 шығады екен, 0,25-ті 16-ға көбейтсек. Значит, біз былай жазамыз оған. 2 деп жазамыз. Так как біз уже мына үтірден кейін тұрғандықтан, ол никак үлкен сан шығып кете алмайды. Түсініп тұрсың ма? Сол үшін ол 0,2 болады. Мына наны үтірдің арты ретінде аламыз сразу, автоматом. Ол 16-лықта осылай. 0,2 болады. Енді любой санды аударып қарайықшы, мысалға 0,25-ті көбейтейікші. Мынау 10-лықта тұр ғой. Давайте оны бір какой-то давай 2-лікке аударып қарайық. Біз 16-лыққа аударатын болғасын 16-ға көбейтіп қой, дұрыс па? Енді 2-лікке аударатын болсақ, ол 0,25-ті көбейтсек, ол 0,250 береді ғой. Ал мына жақта бүтін бөлігі 0 болғандықтан, бүтін бөлігі емес қой, бүтін бөлік жоқ қой. Сондықтан мен аған 0 берем. Бүтін бөлік жоқ деп айтам. Сосын 0,250-ді аламында көбейтем 2-ге. Ол кезде 0,5 шығады. Мына жерде бүтін бөлік жоқ, сондықтан мен 0-ді берем. 0,5-ті көбейтемін 2-ге, сол кезде ол 0 деп бұн ғой. Сол кезде не береді? 1 береді. А вот бүтін бөлік 1. Мен бүтін бөлікті берем. Болды, осы жерден тоқтаймын, арғы көбейтудің қажет жоқ. И сонда былай болады ғой жауап. 0, 0, 1 деген сияқты. 2-лікте. Мына 10-лықта, мына 2-лікте. Көрдіңіздер ме? Көбейтемізді, мына бүтін бөлігі бар болса, жоқ болса 0 береміз, бүтін бөлігі бар болса, мынаған 1 етіп беріп отырмыз. Болса сұраққа жауап береді, жауап бергісі келеді. Абай, 6-шы сұраққа жауап берші. Абай. Не дейді Абай? В дейді. Нұр, ой. Стартапты іске асырудың ең бірінші кезеңі пресид. Естеріңізде болса, бұл нәрсені бұған дейін өттік та. Пресид деген сенде идея бар, бірақ жоспар жоқ. Ал сид деген жоспар бар. И осы кезеңде сен инвестиция іздеп бастайсың, инвесторлар іздеу бастайсың. Сидті еще қазақша егін егу деп атайды. Алдыңғы наурызда осылай келген ғой. Мына стартаптың бұл кезеңде жоспар құрылады, инвесторлар іздеп бастайды дейді да. Бұл кезеңнің аты қандай деп. Барында сид, стартап, прототип, сид, алфа нұсқас, прототип. Егін егу деп жазған ғой. Балдарынан вообще мән бермеген ғой. Егін егу деген сөз жоқ қойды. Сол үшін өйтіп күйіп кеткен балы. Сол үшін мән береміз қазақшасы да, ағылшыншасында да. Әлі өтеміз бұл нәрсені.
прототип деген жұмыс моделін құрады десе ол прототип болады. Жұмыс прототип. Альфа нұсқа дегенде, альфа нұсқада қателерді түзетумен айналысады. Потом жабық бета нұсқа бар, ашық бета нұсқа. Жабық бета нұсқада шағын топ шақырылып, тестілеу жүргізіледі, шағын топ шақырылады. Ал ашық бета нұсқада болды. Идея басында бар еді, ашық бетада уже бизнес жүріп бастады. Насихатталу басталды, бизнес реклама анау мынау кетіп жатыр. Бұны бизнес деп айту қате. Өзім қателесіп жатырмын. Стартап. Берілген сұлбаның логикалық элементінің мәні дейді. Қараңыздар, 1 мен 0-ды көбейткен, и оларды барып қосқан. Онда барамызда қосамыз бірге. И оларды полностью терістеген. Жауап қайсысы? В. Иә, В. Так, келесіне жауап береді, бұған жауап береді. Бізде адам аз, или маған көрінбей тұр. Олжан Айбар. Рамазан. Так, мына жақта А деген 5-ке тең болсын дейді. Б деген 9-ға тең болсын дейді. Мына жерге 5, мына жерге 9 деп елестет. Мына жаққа 5-ті қойып қара, мына жерге 5-ті қойып қара, мына жерге 9-ды қойып қара. Қандай мән шығады? Кто знает ответ вместо Рамазан орнына? Алиса, разный в автобусе, екіжарым бесі, шатты басқа. Сонда 14 байқалып тұрмаған. Мына жаққа 5-ті қойып қарадың ба? 19 бағай. Бес. Иә, 19 бар. Әрине 19 бар. 5-ті 2-ге бөліп қарайсың ғой, мынау қалдыққа жауап береді ғой. Айтып жатыр, 5-ті 2-ге бөлгенде қалдық 0-ге тең болса дейді. Бірақ біз 5-ті 2-ге бөліп қараймыз ғой. Бұл жерде 2-ден береміз, азайтамыз 4. 1 қалдық қой, мынау 1 қалдық. Значит, бізге 0 қалдық емес, 1 қалдық шығып кетті. Бізде шарт орындалмай қалды да, мынаған да кіре алмай қалдық біз. Сол үшін біз басқа запасной выход план Б-ға кетіп қаламыз. План Б-да А деген өзгеріп кетсін дейді. 5-ті 2-ге көбейткенге дейді. Значит, А-ның мәні 10-ға ауысып кетеді. И мына жақта потом ол біткеннен кейін К деген айнымалы деген берілді. К айнымалысы ол 10-ның қосылған 9-ына. Значит, 19. Жауап бізде Д болады. Берілген программа кодындағы процедура атауын көрсетіңіз дейді. Прок деген ба? Прос ба? Процедура атауы деген бізде прок. Осы жазып тұр. Мынау процедура атауы. Бұл бізде параметр. Мынау аргумент. Инструменталдық программа жасақтама түрі. Инструменталдық ол аспаптық. Тама? Сау демай. Так. Қолданбалы программаларға не жатады? Excel, Word, PowerPoint дегендер да? Қолданбалыға. Қолданбалы өзі айтып жатыр. Бізде программа жасақтаманың базалық, жүйелік, қолданбалы, аспаптық деген бар. Саған сұрап жатыр, аспаптық немесе инструменталдық. Инструменталдық ішіне қайсысы кіреді деп. Сен өзі қасындағы бөліндіні қосып жүріп жатсың ғой мына жерде. Ол никак келмейді ғой. Қисынға сыймайды да. Операциялық жүйелер ол бізде жүйелікке кетіп қалады. Бұл да келмейді. Мына жерде тағы операциялық жүйелер деген, значит, біз просто с методом исключения тауып алдық қой. Біз
бізде с екен, даже оқымай-ақ. Енді қараңыздар, жобалау құралдары дейді, тілдер дейді, жүйелік программалау дейді, және интеграцияланған программалар. Бізде Python тілдер, дұрыс па? Мысалға VS Code, жобалау программалары, может, и интеграцияланған IDL, Python IDL. Солар бізде осындай интеграцияланған программаларға жатады. Деректер қорын құру, басқару, ақпаратты жаңарту және толықтыру мүмкіндігін беретін программалық жабдықтама. Деректер қорын басқару жүйесі. Иә, ДКБЖ, иә, қазақша. Ой, қысқартша, ДКБЖ. Реляциялық деректер қоры деген ол кестелік деп келетін еді. Кестелік деректер қоры ол реляциялық, реляциялық ол кестелік. Иерархиялық деген ол бір басты, қалғандары бағынышты. Осылай байланыстатын болса. Сұраныстардың құрылымдық тілі. Бұл не? А дегеніміз? Бұл SQL ма? Дәл солай, оқушылар. Оқушылар, сіздерде не бар ма? Осыдан кейін сабақ бар ма? 7-де бар. 7-де? 6 болды сағат. Давайте біз тағы алдыңғы жолғы 1 сағатты отырайық осы жерде. Ешкімде сабақ болмаса мешайт етпесек. Өткен алдыңғы жолы бізде мектепте жиналыс болып қалды, ата-аналар жиналысы. Сол үшін мен өзім қатыса алмайтын болып қалдым. Дәл осы уақытқа қойылған еді. Бірақ қазан поток. Менде сабақ бар еді өзінде. Онда мен видеоға түсіріп отырмын ғой. Оны салып жіберемін. Жалғасын қарай аласыздар YouTube'да. Нормально ма? Да, SQL ғой. SQL, S деген structured, Q деген query, L деген language. Structured деген құрылымдалған, query деген сұраныс, language деген тіл. MySQL-де сұраныс жасау кезінде ақпарат алынатын кестелерді анықтайды дейді. Ақпарат алынатын кестелерді. Есімізге түсірейік. Select ID, name, age дейміз де. Сосын from, students. Кестенің аты қай жақта тұр? Students. Ол неден кейін тұр? From. Значит, біз fromнан кейін кестелерді анықтаймыз. Select'тен кейін өрістерді, бағандарды анықтаймыз. Окей? Сай жатыр, сұраныс жасау кезінде ақпарат алынатын кестелер. Вот, сен ақпаратты студенттерден алайын деп жатсың. Қандай бағандарды таңдап жатсың? Select жасап жатырмын ID мен name age'ді. Вот, жауап бізде from, өйткені кестелер деп тұр. Егер кестелер емес өрістер дейтін болса, онда ол select болатын еді. Where деген бізде шарт. Group деген бізде жоқ. Group by деген бар. Деректер қорынан қажетті ақпаратты таңдау құралы ол сұраныс па? Иә, сұранысты на русском запрос болады. Былай query болады. Есептер деген бар, отчет. Ол көркем, анық, әдемі, ұсыну деймі, сондай, короче. Ақпаратты, деректер қорында ақпаратты, көркем, анық, ұсыну тәсілі, ол есеп. Ал форма деген пайдаланушыға енгізу, басқару деген сияқты мүмкіндіктер беретін бөлім деп формалар деген келеді. Форма деген Google форманы елестетіңіздер, сразу формаларды көретін болсаңыз. Google формада сіз өзіңіз туралы ақпараттар, сондайлар жаза аласыз ғой. Дәл сол сияқты формаларды сондай жұмыс жасайды. Берілген сұранысқа ие мамандықтар кестесінде тек 15%
яғни пайыздан жоғары мамандықтардың санын анықтау үшін қолданылған. Енді бізде қараңыздар, мынау Excel ғой. Excelде бізде функциялар бар. Бұл функциялар қазір счет если, сумма если, счет, среднее значение деген сияқты функциялар қолданылған. Бұл қандай функцияларға жататын еді? Логикалық па, математикалық па, мәтіндік пе, статистикалық па? 4 түр бар еді ғой. Логикалық бар еді, математикалық бар еді, мәтіндік бар еді, және статистикалық бар еді. Естеріңізде. Среднее значение ол есептеу ғой, значит ол математика жатады. А бізге айтқан 15%-тен жоғары деп тұр ғой. Ол қайсыға жатады? Статистикалық жатады ма? Жолықтың сен. В ма? Нет. Айтып жатыр. 15%-тен жоғары мамандықтар деп тұр ғой. Сұранысқа ие мамандықтар. Мына айтып жатыр. Счет. Еще санын анықтау десе, счет жасау. Суммасын анықта десе, яғни барлығын қос десе, онда сумма если қолданылады. А бізге просто саны, количество керек болып тұр. Значит, счет жүргізу керекпіз ғой. Счет жаса. Егер S2 мен S8 арасында 15%-тен жоғары бар болса. Мынаған келеді, счет жасайды 1 болады. Мынаған келеді, жасай алмайды. Мынаған келеді 2 болады. Мынаған келеді 3 болады. Жасай алмайды, жасай алмайды, жасай алмайды. Счет 3 рет болады, значит, 15%-тен жоғары 3 мамандық шығады. Қаріптің бетін сызатын текті анықта дейді. Қайсысы? Имбеді. Tamam. Қаріптің бетін сызатын текті анықта десе, ол бізде С болады. Del. Енді қараңыздар, сізге мыналардың барлығы логикалық тектер. Бұлардың физикалық версиялары бар. Бірдей жұмыс жасайды. Физикалық версиялары ол strong-дікі B, em-дікі I, del-дікі S, ins-дікі бізде U болады. U дегеніміз underline. Ау айтыр. Ins-дікі U болады. Қатар-қатар жаздым. Бұл да, так, мынау қою мәтін шығарады. Мынау қою мәтін болады да. Ал мынау бізде маңызды мәтін фрагменті дейді. Мынаны маңызды мәтін деп басқаша айтады. Мынаны қою дейді. Немесе там жирный қылады деген сияқты. Жақшаға жазып қою мүмкін. EM деген бізде I деген курсив етеді дейді. Курсив. Ал EM деген ерекшеленген мәтін. Ерекшеленген мәтін. S дегеніміз strike through деген сөзден шыққан ғой. Strike through деген сөзден шыққан. Ол просто бетін сыза салатын любой сөздің. U деген бізде U underline деген сөз. Underline деген ол астынан сызу деген сөз. B деген ол қою. Курсив деген ол мынадай. Осылай қолмен жазылғандай болады. Ins дегеніміз бізде дәл осылай, ол да астын сызады. Del деген бетін сызады. Мынау более әдемі қылып, осылай әдемі қылып сынады, мынау қою қылады. Естеріңізде болсын. Берілген 192.168.956 IP адресінде компьютердің номері. Қайсысы? Кім жауап бере алады? Елу алты ма? Қайсысы? Нақышлар, бұның жауабы 56 болады. Неге? Өйткені
Бізде мына жақта маска берілмеген біріншіден. Маска берілсе, может, окей, біз арға есептеп бір нәрсе шығаруға болады. Бірақ бізде қазір ешқандай маска берілмеген, значит, мынау компьютер номеріне жауап береді да, мына бөлік неге жауап береді? Желі адресіне жауап береді. Қалай есептейміз бұны? Көбейтпедік. Так, былай істейінші. 1, 1, 0, 1. Біз енді қараңыздар, 2-ден, 8-ден, 16-лықтан 10-дыққа баратын кезде не істейтін едік? Көбейтеміз дәрежелерін. Разряд береміз, я? Разряд береміз. Енді маған қалай разряд берем? 2 рет білім, 2-й білмейтін бе? Мынау 0, мынау 1, мынау минус 1, мынау минус 2. Осылай жазатын едік. Дәл осылай қасына жазып шығамыз. 1 көбейтемін 2-нің 1 дәрежесі, қосамын. 1 көбейтемін 2-нің 0 дәрежесі, қосамын. 0 көбейтілген 2-нің минус 1 дәрежесі, қосамын. 1 көбейтілген 2-нің минус 2 дәрежесі. Енді қалай болады? 2-нің 1 дәрежесі 2, 2, 2-ге қосамыз. 2-нің 0 дәрежесі 1, 1-ді 1-ге өтсең 1 болады. Қосамыз. Мынау 0 деген санды береді де. Мынау 1 бөлінген 4 бермей ма? Сондықтан 3-те неше болады? 12-те болады. 1-ді 4-ке бөлсең 0,25 емес па? Сонда жауап 3,25 болады. Келесі сұраққа жауап береді Али. 18-ге жауап берші. Так, а жоқ. Неге? Виртуал шнайф, мен дұрыс оқымадым. Виртуал шынайылықтың кеңейтілген және аралас шынайылықтан айырмашылығы. VR бар бізде виртуал шынайылық. AR бар, ол кеңейтілген шынайылық. Сұрамағай, виртуал шындық, тасаңда шындыққа тоқтайды. Осы арқылы интербесін ортасы. Бұл жауап бізде қарасаңыздар, виртуалды кеңейтілген нақты әлеммен өзара кесіп жағын қабаттыратын виртуал жоқ. Виртуал шынайылық өзін жеке қалыптастырады, да болады. Неге өзін жеке қалыптастырады? Өйткені VR айттық қой, VR очки ол полностью саған жасанды әлемді жасап береді. Ол саған шын әлемді көрсете алмайды, жасанды әлем шығарып береді. Ол енді өте үлкен жұмыс қой, жақта программалық жасақтама сондай нәрсеге ие болу керек қой. Ал AR дегеніміз, ол мынау нақты әлеммен өзара әрекеттесудің жаңа қабаты ретінде виртуал компоненттерді қосу арқылы тәжірибе арттырады. Ал MR деген аралас. Виртуалды нысандарды шындыққа толықтай қосу арқылы интербелсенді орта жасайды. Мынау подсказка MR-дың интербелсенді десе, ол MR бар деген сөз. MR осы жерде. Өйткені интерактивный тақта деген кітап мектепте бар емес па? Замедексетуге болады, короче. Иә. Бірақ шындыққа толықтай қосасың сен. Алло. Жоқ, мен онлайнда отыр едім. Жазып жүре ғой, жазып жүре. MR Mixed Reality. VR-дың 3 түрін кім еске түсіріп алады? Қарапайым VR. Қарапайым и қандай? Жаңартылған VR. 3D жобалы VR. Сосын үшіншісі
қарапайым видеожоба. және бірнеше қолданушы деген бар еді ғой. Ондай бар ма екен? Иә. Бірнеше қолданушы VR деген. Қарапайым VR деген обычный VR да. Просто очки, телефонды алдынан бетіне қойдың, и YouTube'дағы видеоларды қарап отырсың. 3D жобалы VR деген ол прям андай серьезный нәрсе, оның программалық жасақтамасы бар, техникалық құралдары бәрі жабдықталған. Осылай 3D жобалары прям жастанда әлемге түсесің. А бірнеше қолданушы VR деген жастанда әлемге түсесіңдер де, бірақ достарыңмен бірге. Жақсы, AR-дың бізде 4 түрі бар еді. Біріншісі маркерлер негізінде. Маркерлер. Екіншісі позициялық. Маркерсіз. Суперпозиция. Маркерсіз не? Сондай жоқ қой. Суперпозиция. Позиция. Маркер. Суперпозиция маркерсізге жетпей ма? Проекциялар. Ну, естественно, барлығы маркерсізге жатып кетеді ғой, өйтіп қарайтын болсақ. Просто маркерлер ол жалғыз оның QR. Позиция деген ол GPS қалай жұмыс жасайды сол. Суперпозиция деген ол қақши бұл сол жер жата қалады. Проекциялар дегеніміз обычный проекциялар. Проекцияларға не жатады? Әрекеттесе алу жатады бұған. Әрекеттесе алу. Экран шығарып бір стенаға немесе бір. Да не, этот проекция деген басқа, проекциялар негізінде деген басқа. Проекция деген жаңағы мектептегі универде сөйтіп проекция түсіп тұрады ғой, ол емес. Білім проекциялар негізінде жұмыс жасайтыны, ол бізде просто анау шын өмірге уже жасанды объектілер қосасың, бірақ ол жасанды объектілермен сен уже взаимодействие ете аласың да, қозғалып. Берілген программа кодының нәтижесі. Айтып жатыр. Енді int деген не еді? Int деген сан деген сөз. Input деген енгіземін. И num n, m тең 0. Айтып жатыр. Қашан n 0-ге тең емес, немесе 0-ге тең, сол кезде print иә дейміз. А оған дейін жоқ деп отырамыз. Яғни k-ға бір любой рандомный сан бере салайын. Кетер. Осы способда тез ойсақ бола ма? Осы сабақ бітіргенше. Немене? Осы сабақ бітіргенше тез ойсақ. Окей. Атыңыз бар? Алихан. n дегенге біз мысалға 128 деген санды беретін болсақ, мына жаққа 128-ді қойып қараймыз. 128 0-ге тең емес қой, значит шарты орындалды. Онда k дегенді есептейміз. K деген 128-дің бөлінген 10-на тең, значит ол 8-ге тең. Ал мына жақта жатыр m дегеніміз m көбейтілген 10, m деген ол 0 ғой. 0 көбейтеміз 10-ға, қосамыз 8-ді. Мына жақта 18 болып кетеді. Енді келесі шаққа өтетін болсақ, біздің n дегеніміз уже 128-ді 10-ға бөледі де, мына жақтан 128-ді 10-ға бөледі ма? Ағай, m-да 8 шықпай ма? Ойбай, бәсе неге? Мен мына жақта ойланып қалдым ше.
соңында басқа сан шығайын деп тұр ғой. 8 шығады, өйткені 0-ді 10-ға көбейткен кезде 0 болады ғой. 8 болады. 28-ді 10-ға бөлетін болсақ, бізде 12 қалады. Негізі 12,8 шығады ғой, бір слэшпен бөліп жатыр. Бірақ мына жақта int деп тұр ғой, значит 12 деген бөлімді ғана аламын деп жатыр да. 12 деген бөлімді ғана. Бүтін бөлікті ғана аламын. Сосын келесіде уже n 12-ге айналып кеткендіктен мына жаққа 12 келеді. 12-ні там былай тексеріп қарайды, ол 0-ден жоғары, значит k-ға береді, k 12-ні бөледі 10-ға. Қалдық бізде 2. m дегеніміз уже 8 көбейтемін 10. Сегіз көбейту. Бізде k екен ғой. Мына жақта мен сөзбен жазайын деймін ғой. K дегеніміз бізде 2 ғой. Значит 8-ді көбейтсек 10-ға 80, 80-ге 2-ні қоссақ 82 шығады, я? Ал n дегеніміз 12 бөлінген 10 тең бүтін бөлік, ол 1 ғой. Значит бізде уже n как 1 ретінде келеді. Бірді бөлеміз 10-ға. 1 шығады ғой. 82 өтеміз 10, қосамыз 1. n дегеніміз 12-ні бөлгенде 10-ға бүтін бөлік. Ой, 12-ні 10-ға бөліп тастаппын ғой. 1-ді 10-ға бөлгендегі бүтін бөлік. Бірді бөлеміз 10-ға. Мына жақта бүтін бөлік жоқ, 1-ді 10-ға келген. Сол үшін 0 болады да. Ана жерге 0-ді қойып қарайтын болсақ, ол 0-ге тең емес дейді, бірақ 0-ге тең дейді. Бұлай немесе деп айтып жатыр. Значит, сен алынасың, мына жақта алынады ғой. Жауап не болып кетті бізде? Қараңыздар, оқушылар. До конца шығармаппыз ғой. 821 деген сан шықты ғой мына жақта. Ана жер 128 еді. Қараңыздар, 128 тең ба? Міне соңында сұрап жатыр. 128 тең ба? 821-ден дейді. Қандай сан шығады? Жоқ, жоқ. Жоқ деген шығады ғой. Қай кезде я шығады? Есе 128 болады. Я мысалға, мына сөз ше. Жиырманшы сұрақта берілген кодта реті бойынша қызметші сөзі дейді. Сұрыптау қызметші сөзі қайсысы? Еші кем өрет екен оқушылар. Қайсысы болады? Деск па? Иә, деск болады. Өсу реті болса аск болатын еді. Order by болу керек. Қате жүр. Кестеде оқулықтардың бағасы мен саны берілген, д ұяшығында шартты форматта ұяшықтарды ерекшелеу ережесінің орындалу шарты. Ama. Ja. Да. А болады, именно да. Таңбалар жиынтығы фигуралар. Берілген n санының терістігін анықтайтын процедура жолдарының реттілігі дейді. Енді біздің көзіміз үйреніп қалды. Бірінші def көріну керек, потом қалғандары көрінеді деп. На самом деле олай емес. Мысалға, біз сразу исключать ететін нәрсені табу керекпіз. Қараңыздар,
анықтау деген нәрсе қай кезде шақырылып жатыр? Барлық кезде қараңыздаршы. Басында почти. Ортасында. Анықтау деген сан неше? 6. Вот, басында таныстырылу ол қате ғой. Сен бірінші анықтау не екенін анықтап алу керексің ғой, анықтау не екенін. Содан кейін барып шығасың ғой. Сондықтан сен былай алғаның қате. Уже мына соңғы. Соңғысында. Я тек с болады. 1, 2, 3, 5, 7, 4. Ну, n-ді таныстырып кетсе де, потом n-ді бере берсе де, ол бәрібір. Оқушылар кестесін деректермен толтыру. Кімде жауап бар? По-моему, Алма. А деп... From жазу керек емес пе? Жоқ, біз толтырайын деп жатырық қой. Зачем ол from? Сұраныс жасайын деп жатқан жоқпыз, біз уже кестемізге бір нәрсе қосқымыз келіп жатыр. Тогда бұл емес, бұл да жақша қою керек емес пе дағы, иә? Қайсында? Жақша керек емес еді бұл өде, иә? Бұған керек емес. Онда ағаны ғой. Ағода. Жоқ. Оқушылар В болады жауабы. Не үшін? Өйткені қарасаңыздар, мына жақта кавычка бар екен. Сандарға кавычка қойылмайды. Тек сандарда бірде, именно 11-де сан ғой. Оларға санға кавычки берілмейді. А вот мынадай сертификат шығарғандыға мұғалімдер ақша алады. Ну, кейбір жағдайда, мен білмеймін, нақты кім алады, алмайтын. Просто сондай сертификат сендер кім бұйырса шығармаймын, сол кезде информатиктер жүгіретін болады да. Кесте бойынша 4 айға суды, не дейді? Суды қолданған үшін төлеу сумасын. Кім маған подсказка беріп отырады? Күшті подсказкалер жоқ па? Қараңыздар, мына жақта айтып жатқаны 4 айға суды дейді да. Бірінші онда мен мынау керек емес қой маған. Вот су керек қой. Судың тарифін қараймыз. Судың тарифі 620 теңге Қазақстан теңгесі. 4 айға суды табу үшін ақпан, наурыз, сәуір деген 4 айды не істейміз? Белгілеп аламыз. Иә, қосып аламыз. Мысалы, мына жаққа айтады, там қаңтарда 12, ақпанда 100, наурызда 30. Сыбылама ғой. Ау? Сыбылама. Иә, яғни С4-тен бастап Д4, Е4, F4 кейінен бәрі қосылып 620 деп көбейтуге болады. Қараңыздар мынаны. Неге мен мынаны таңдап жатырмын? Потому что ол типа именно судың тарифін екен көрсет. Иә, өйткенде мынау сілтеме тасталады. Кейін судың тарифі өзгеріп қалуы мүмкін да, 620-дан 600-ға түсуі мүмкін. Вот сен барып мына жақты өзгертіп отырмайсың, мына жақта 600 деп өзгерте саласың, все. 25-тің жауабын кім айта алады? Жиырма бесінші сұрақтың жауабы. Embed деген нәрсе естеріңізде ме, оқушылар? Я, это видео. Видео, аудио бәрін. Аудиосында барлығын қолдана береді да. Айтып жатыр, бірақ бұл маңызды емес. Бізде маңыздылығы MP4 деген. MP4 неге жауап береді? Ненің кеңейтілімі? Да, MP4 деген ол видеоныкі, ал MP3 деген ол аудионыкі. Мына жақта биіктігі height 200 дейді да, ені 300 дейді.
Сонда жауап А болады және бізде. 26-да. 26-шы сұрақты қатты көрініп тұрмаған шығар. Может, былай айтайын сіздерге. Аяулым сандардың ерекше қасиеттерін зерттегенді ұнатады дейді. Оны кемел сандар қызықтырады дейді. Кемел сан өзінен басқа барлық бөлгіштердің қосындысына тең болатын сан. Мысалы 6 деген 6 1-ге де бөлінеді, 2-ге де бөлінеді, 3-ге де бөлінеді. Барлығын қосқан кезде 6 деген ровный сан шығады екен. Енді аяулым программа кодындағы ауқымды айнымалы. Ауқымды айнымалы деген бар оқушылар. Мынау ішкі айнымалы. Мынау ауқымды айнымалы. Жаңа бабай ма? Ау? Жаңа бабай ма? Мынау ма? Аяулым программа кодында ауқымды айнымалы деген ол мына жердегі айтылған нәрсе мына жақта да танымалы ғой. А вот сен мына жақтағы нәрсені сен мына жақта сұрай алмайсың, өйткені ішкі программа. Сондықтан жерде input деп бәрі қойылады, foreign arrangement алып алады. Біз айтқан ауқымды айнымалы деген. Ай ғой. Сам деген ішкіде таныстырылған. J деген ішкіде таныстырылған. K дегеніміз бізде ішкіде таныстырылған. Қалған барлығында ішінде тек сам ғана жоқ. Сам деген не жақтыр. Аяулым программа кодында берілген жергілікті айнымалы. Кім айта алады жергіліктіні? Ауқымдыға қарама қарсы ол жергілікті деген. Ол ішкі программаның ішінде орналасады. Кім айта алады? Кодында берілген жергілікті айнымалы деген мынау ішкі ғой. Мынау жергілікті. Zaman. С. I, L. Д. Бізде оқушылар жауап В болады. Қараңыз, N, M, I деген жерде I тұр ғой. Осылардың барлығы осылай. Сол үшін К деген былай. Жергілікті бізде. Аяулым программасында қолданылған ішкі программа түрі. Кім айта алады сразу? Процедура ма? То есть зачем процедура? Мән қайтарып жатыр ғой бұл бізге. Функция. Да, функция. Функция. Мән қайтарып. Функция. Аяулым программасы дұрыс жұмыс жасау үшін программа кодына енгізілетін қате дейді. Қараңыздар. Қазір просто любой бір санды берейік. Реально мына 6 деген санды берейікші. Қызыққа. Мен айтам. N деген там. Нешеден нешеге дейін дедік. Бірден бастасын N. N бірден бастасын. M деген 6 болсын. Значит, I деген 1, 2, 3, 4, 5, 6 болып кетеді. 1, 2, 4, 5, 6 бола алады. I деген. Енді мына жаққа айтып жатыр. Егер біздің I сам бөлгіш деген шақырып тұрғанға тең болса, онда осын кемел сан деп қоямын дейді. Енді қарасаңыздар, біз мына
просто так теңестіріп жатқан жоқпыз, біз функциямен теңестіріп жатырмыз. Функциямыз мына жақта орналасқан. Яғни бізде әлі жұмыс көп. Біз 1 деген санға ие болдық пока что, мына жерге 1 тең, 1 тең, мына жерге бізде бір келеді. Сосын айтады, k-ны алады да j-ға бөліп көреді. K дегеніміз бізде 6 ғой. 6. Вот 6-ға келеді. Ой, 6 деп болмай, 1 ғой k дегеніміз. Өйткені қараңыздар, біз енді сан бөлгіш 1 деп жібердік, мына жаққа 1 деп барды. K қосамыз 1, 1-ге 1 болады да. K бөлінеді j тең 0 дейді. K деген мысалға 1 болса, енді айналым сандары бізге 1 келген кезде самға 1 қосылады дедік та. Самға мына жаққа 1 қосылып кетті дейік. Енді 2 келіп қарайды. 2 мына жақта сан бөлгіш a деген 2 болады мына жаққа. И мына жерге де 2 келеді. 2-ні 2-ге бөлсек ровно 0 ғой, сондықтан мына жақта самға қосып отырамыз біз. Так, 2-ні 2-ге бөлген кезде бізде 0 болып қалды да, қалдық. Сол үшін самға біз неменен самды былай жаздым ба мен? Самға қосамыз негізі 1-ді, мына жерде 2 қосылып кетсін. Енді 3 келеді. 3 келген кезде ол как раз мына жаққа 3 деп отырады да, мына жерге 3 келеді. 6-ны, 3-ті бөліп қарайды 3-ке. Так, менен неге дұрыс есептемедім мынаны оқушылар? Бір талқылап жіберейікші дұрыстап. Басынан. Перо. Так, бізде n дегеніміз n-нен m-ға дейінгі натурал сандардың арасынан кемел сандарды анықтау керекпіз дейді. n дегеніміз 1 болса, m дегеніміз 6 болсын, окей? Енді айтып жатыр, i тең сан бөлгіш i-ға дейді. i дегеніміз 1 дедік қой. Сосын мына жаққа қойып қараймыз. 1 тең бола ма сан бөлгіш i-ға? Сан бөлгіш i-ға 1-ге дейді да. Енді мына жаққа 1-ді қойып қарайсыздар. 1-ден 2-ге дейін дейді да. Значит, ол 1 ғана болады деген сөз ғой. Алады, егер k-ны j-ға бөлетін болсаң, k дегеніміз бізде қазір 1 ғой енді. 1. Ал j дегеніміз k дегеніміз 1 болды. Енді k-ны аламыз да j-ға бөлеміз. K дегеніміз 1 болса, 1-ді аламыз да j-ға бөлеміз. J-иміз бізде тоже 1. Мына жақта ровно шығады. Сосын самға плюс 1 қосылады да жаққа. И i деген уже 2 болып кетеді де. Мына жақта 2 тең ба дейді. сб 2-ге. Мына жақта k дегеніміз бізде как раз 2 болады да. И ол мынау 1-ден 2 плюс 1, 1-ден 3-ке дейін болады ғой. Бірді де, 2-ні де, 3-ті де қойып қарайды ғой. К дегеніміз 2 болса, 2-ні былай бөліп қарайды, 2-ні былай бөліп қарайды, 2-ні былай бөліп қарайды. 2-ні былай бөлгенде ровно шықты. Мынаны бөлген ровно шықты, мына бөлген кезде шыққан жоқ. Сол үшін мынау келмейді. Ал i дегеніміз так, i дегеніміз 3 болады. Сосын ол деген 3 болғандықтан кейін 1, 2, 3, 4.
3 деген сан бөлгіш шақырады да. И сан бөлгішке барған кезде 2 емес, уже 3 болады ғой. Сондықтан ол 1, 2, 3-тің өзі включительный болады да. Сосын алады да бар бөліп қарайды оның бәрін. Жаңа 3 болды ғой. Ровно. 3-ті 2-ке бөлген кезде жоқ. 3-ті 3-ке бөлген кезде Потом 4 барады, дұрыс па? Біз айттық қой, мына жерде 6 дедік қой, енді әлі 4, 5, 6-ның өзі барады. Түсіндіңіздер ма? 4 барады. Ол 4 деген дәл солай жаңағыдай 0, 4 дегеніміз неше? 1, 2, 3, 4-пен бәрімен бөліп шығып, былай есептеп, сөйлесіп. И мына жақта біз ешқайсымен шықпай, мына жақта мынаумен шыққан едім 4-ші күні сол кезде. Ал 5 болған кезде қарайық. 5 болған кезде 5 ол алатта 0-ге, 5, 1-ге, 5, там, уже 2-ге. Қараңыздар, уже мына жақта біз ровно шықпай жатыр ғой сан. Зачем ары қарай жүріп? Даже 3-те де жаңа 3 бөлінген 2-де тоқтап қалу керек. 6-ға келген кезде қараңыздар, 6 как раз 1-ге де бөлінеді, 6 2-ге де бөлінеді, 6 3-ге де бөлінеді. Енді 6-ны 1-ге бөлсек, ровно, значит, 1-ді қосып аламыз. 2-ге бөлсек, ровно 2-ні қосып аламыз. 3-ге бөлеміз, 10-ды қосып аламыз. Қазір кемелсан беріп тұр ғой, дұрыс па? Бірақ мына жерде бір минусы бар, 6 плюс 1 деген. 6 плюс 1 деген 6 включительный деген сөз ғой. Сонда ол деген 6 баратта 4-ті бөліп қарайды өзіне, келмейді. 6 баратта 5-ті бөліп қарайды өзіне, келмейді. Мына жақта айтып тұр 6 включительный деп. Значит, 6-ны да бөліп қарайды өзіне, келіп қалады, мына жаққа 6 қосылып кетеді. Сондықтан 9, 10, 12 болып кетеді да. Ал бізге олай керек емес. Бізге ол m плюс 1 емес, просто 1-ден, m-ға дейін. Міне. 6-ның өзі қосылып кететін болса, бізге керек емес ол. Значит, 1-ден k-ға дейін деген сөз ғой, міне. Мына жерде ба? Берілген компьютерлік жад құрылғылары мен қызметтер арасында сәйкестікті орындатыңыз. Кім жауап бере алады? 3 деген Кеш жады ол бізде ең жылдам жадтардың бірі. Ол бізде рамнан 10 есе жылдам. 4 ағай. Кеш деген 4 болады. Ол тек оқиды емес па? Ол жадпен процессор арасында жедел жадпен. Қараңыздар. Мына жақта процессор бар, я? Мына жерде RAM бар. RAM-ның яшықтарының. RAM бар да, а вот осылардың процессордың бетінде кеш деген жад тұрады. Не үшін кеш? Кеш деген, процессор ақпаратты өңдейді, базар жоқ. Бірақ ақпараттар кейбір жағдайда жетіспей қалуы мүмкін. Ақпараттар вообще целом екеуі бір-бірімен дұрыс сөйлесе алмай қалуы мүмкін, мына екеуі. Байланысты дұрыс жұмыс жасай алмауы мүмкін. А вот кеш жады не істейді? Кеш жады именно осындай жағдайда синхронизация жасайды. Ақпараттар синхронизация жасайды, жылдамдықты реттейді, сондай, короче, андай, бригадир сияқты ғой. Түсіндіңдер ма? Вот. VRAM деген бір ол. Иә, бұл VRAM болады, бейнелерді сақтайды. Компьютерді баптау деректерін ұзақ сақтайды десе, ол CMOS болады. Компьютер баптау деректері ол күні, уақыты, тағы не? Дата. Дата и тіл деген сияқты сондай сақталады. Еще компьютердің конфигурациясы тоже сақталады. Конфигурация деген ол компьютердің ақпаратын, техникалық құралдары туралы сипаттама. Деректер тез оқиды, ұзақ есте сақтайды дейді. Қойшы. Бұл бізде ROM. ROM ба?
енді ром тек оқиды ғой. Ол ромға ештеңе жаза алмайсың ғой. Ал вот процессор мен жедел жады арасында бұл кеш жады. Міне мынау кеш жады тұр, мынау процессор тұр, мынау жедел жады, RAM. Міне осылардың арасында реттеп отырады. Мен арасындағы айырмашылықты реттеп отырады, көрдің бе? Кім жауап береді 32-ге оқушылар? Қараңыздар, А-ны Б-ға не істеп жатыр мынау? А бірінші болады. Точно? Вроде да. Аха, иә дұрыс. Өйткені қарайық, бір талқылап шығайық. Мынау, қараңыздар, зарядканың басына ұқсап тұр, значит біз ол конъюнкция, көбейту деп жаттап алдық. Ол А мен Б-ны көбейтіп жатыр екен. Бірақ А-ны, Б-ны просто көбейтіп жатқан жоқ, ол терістеп көбейтіп жатыр. Көбейтеміз, бірақ Б терістелген. Түсіндіңіздер ма? Not B деген сияқты да. И барып, ол шыққан мән, мына екеуі көбейтілген бірінен шықты ғой, сол мән барады да, тағы көбейтіледі. Неге? А-ның өзіне қайттан көбейтіледі аға. Сосын барып тұрып, ол қосылады бұлар. Қосылады, неге? Б-ның терістелгеніне. Not B. Міне. Мына жақта А мен Б қосылады. А мен Б қосылады. И олар көбейтіледі. А мен терістелген not A мен көбейтілу керек екен B. Потом олар бар тағы терістелу керек екен. Вот это. Дұрыс па? Иә. Жолдық әдіс түрлеріне сәйкес келетін әдістер қызметтерін сәйкестендір дейді. Is digit деген ол сан. Is digit деген сан ба деген сияқты сұрақ белгісі. Бұл true немесе false деген жауап береді. Иә, тек сандардан тұратын болса, ол true осыны береді да. Ал is lower деген Б 4 болады. Ал 2-ге қандай нәрсе керек? 2 ненің түсіндірмесі деген ғой? Is upper ма? Иә, is upper'ың түсіндірмесі. Ал жолдың тек әріптерден тұратыны болса? Is alpha? Да, is alpha болады. Так, белгіледім ба? Дұрыс белгіледік. Берілген reverse кестесінен сұраныс түрі мен командасын сәйкестендіріңіз дейді. Африка өзендерінің атаулары мен ұзындығын шығару дейді. Міне өзен аттары мен ұзындығы дейді. Мынау келмейді. Алло. Онлайнда мына онлайнда. А1 болады. Значит, А1 болады, басқасы никак келмейді ғой. Өзі айтып тұр ғой, атаулары мен ұзындығын шығар деп. Өзен аттары мен ұзындығы. From rivers where орналасқан материка, дұрыс? Африка материгі. Значит, А1 болса, Б Африка өзендеріне қатысты барлық ақпарат десе, мынау ғой барлық ақпарат. Ал 3-ті белгілейін десең, 3 дегеніміз келмейді, өткен мына жақта барлық деген белгі бізде звездочка еді ғой, ол жазылмаған. Значит, select all from rivers where орналасқан материгі Африка. Вот правильно осы 4. 35-ші сұрақ. CSS стилі мен қолдану тиктерін сәйкестендіріңіз дейді. Ол не деген сөз? Қайсыған жатады? А1 ма? А1 ма? Қой. Link дегеніміз дұрыс. А1. P-style деп атрибутпен жүретін болса, ол бізде 4 болады. Енді бұны қазір талқылайық.
Неге? Негізі стильдердің бізде 6 түрі ма, 5 түрі ма бар. Біріншісі ол браузер стилі. Браузер стилі деген мынадай ғой. Сен Safari'де ашсаң, ол кішкене басқаша көрсетуі мүмкін. Chrome'да ашсаң, басқаша көрсетуі мүмкін. Microsoft Edge'де ашсаң, ол да басқаша көрсетуі мүмкін. Әр браузер өзінің стилі бар. Соны айтады. По умолчанию, да? 2. Қолданушы стилі. Қолданушы стилі деген сөз, анау адам, сендер үлкен кісілер, көзі нашар көретін кісілер мысалға да, анау шрифті үлкейтіп алады телефонының. Вот сол қолданушы стилі. Яғни адам өзі, қолданушы өзі отырып, жаңа телефон настройкасына өзгертіп тастайтын болса. Ал үшіншісі ол бізде ішкі немесе ендірілген. Бұны бізде style атрибуты арқылы жасайды. Атрибуты. Мынау тег қой, P деген. Оның жанында style атрибут ретінде тұр. Төртіншісі бізде ол кіріктірілген стиль. Құжат деңгейіндегі стиль. И жаһандық стиль деген басқа. Осы үш аты бір стильге үш ат беріп тастаған, үш кітап. Бұған style тегі арқылы жұмыстаған. Style тег. Қараңыздар, мынадай style өзі тег болып тұрса, мынадай тегті былай байқаймыз ғой. Мына белгілері арқылы. Вот осылай тұратын болса, ол head'тің соңы біткен кезінде, body'дің басталатын кезінде, осы арасында осы style деген тег болады. Осылай style деген тегтің ішінде там стиль жазылып кететін болса, ол осы кіріктірілген құжат деңгейіндегі жаһандық стиль дегендердің бірі. Style тегі арқылы жасалатын болса. Бесіншісі ол бізде байланысқан стиль. Байланысқан стиль деген ол өзі айтып тұр, бір нәрсемен байланысу керек. Немесе кейбір кітапта оны сыртқы стиль дейді. Өйткені по факту ол сыртқы стиль. Ол ана біздің HTML файлға ешқандай қатысы жоқ та, біз басқа бір CSS файл ашамыз да, соны қоя саламыз. Сыртқы стиль енді мына жақта ол link тегі арқылы жасайды. Ал алтыншы стиль бар бізде, ол импортталған стиль, оқушылар. Импортталған стиль қалай жұмыс жасайды? Импортталған стиль бізде CSS файлдың ішінде, CSS файл бар. Осының ішінде мынадай собачка деген белгімен былайына import URL деп басқа бір андай CSS файл жазып қоямыз. CSS файлды. Сол жақтан импорттаймыз. Дайын стильде осыған құйып жібереміз де. Бірақ ол CSS файлдың ішінде жазылады. CSS файлдың ішінде ең бірінші жолға мынаны жазып жібереміз. Импортталған стиль осылай жасалады. Бізде сонда біріншісі link тегі арқылы болса, ол байланысқан, немесе линке деп жазып қой, link тегі арқылы болса, байланысқан болады. Значит, ол A1 болады. Ал P-style ендірілген болса, ол 4 болады. 8 гигабайт ақпарат көлемі дейді. Яғни ақпарат көлемі 8 гигабайт болса, 4 мегабайт ақпарат көлемінен қанша дейді. Давайте 8 гигабайтты ауыстырайық біз 8 мегабайтқа. Мегабайтқа ауыстырамыз. Мегабайтқа ауыстыру үшін біз істейміз, 8-ді көбейтеміз 1024-ке. Ол какой-то бір мегабайт шығады. И біз оны бөлу керекпіз 4 мегабайтқа. Номинаны қысқартайық. 1, жерде 2, ол 2048 есе көп екен. Алар қысқарып кетеді. 2048 есе көп. 2048 дегеніміз ол 1024, ол 2-ның 10 дәрежесі, а мынау 2-ның 11 дәрежесі. Значит, мынау 2006 саны теңесетін сандар дейді. 2006 деген бұл 8-дікте тұрды. Біз 10-дыққа бару керекпіз. 2-діктен, 8-діктен
16-лықтан 10-дыққа баратын болсақ, біз оған разряд беретін едік. Разряд. Енді жаққа 2, 6 деп как раз разряд беріп шығамыз. 0, 1, 2, 3. Енді 2-ні көбейтеміз 8-дің 3 дәрежесіне, қосамыз 0 мен 0-ді алмай ақ қояйық, сірә қазір 0-ге көбейтеміз ғой. Сондықтан 6 көбейтеміз 8-дің 0 дәрежесіне. 8-дің 3 дәрежесі дегеніміз 64 8-ге көбейтетін болсақ, 64-ті көбейтеміз 8-ге 512, оны көбейтеміз 2-ге 1024, а 1024-ті қосамыз 6, 1030 болады, Вот, 1030 10-дық д болады. Енді қараңыздар, 2 дегенді еске түсіріп жүрейікші, 8-дікте қалай болады? 8-дікте 0 деген ол 3 0 еді. 1 деген 0 0 1 еді. 2 деген 0 1 0 1 0 еді. Ал 3 деген 0 1 1 еді. 4 1 0 0. 5 1 0 1. 6 1 1 0. Ал 7 дегеніміз 1 1 1 еді. Как раз осыны 2-ні қояйық, 2 дегеніміз ол 0 1 0. 0 1 0. Ал 0 дегеніміз 3 0. 3 0. Еще тағы бір 0 тұр, значит тағы 3 0 қоямыз. 6 дегеніміз ол 1 1 1 1 1 0 еді. Міне, как раз бізде мына 0-ді басынан алып тастайтын болсақ, 1 0 0 0 3 6 7 3 6 7. Как раз осы бізде А варианты шығып тұр екен. Енді бұны 16-лыққа аударып қарайықшы. 16-лыққа аударып қарайтын болсақ, бұл екілікте тұр ғой. Давайте осыны 16-лыққа аударсақ. Былайына, былайына, былайына. 0 1 0 0 деген сан шықты. 0 0 0 деген сан шықты. 0 1 1 0 деген сан шықты. 0 1 2 3-ін береміз де, мына екеуін санамаймыз. Значит, 2-ның квадраты 4 шықты. Мына жақтан 0 шықты. Мына жерде 0 1 2-ні 3-те берген кезде 2-ның квадраты 4, 2-ның бір дәрежесі 2. 6 шықты. Жауап Е 406. 406 16-ның дәрежесі. Осылай мынаумен жүрсеңіз тез, бірақ асығыстық жасайтын болсаңыз қате кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан сіз мына 10-дық санды алып, оны 16-ға 1030-ды там 8-ге бөліп, сосын барып 1030-ды 16-ға бөліп шығарсаңыз болады, қорықпайды. А вот мынау кішкене қателесіп кетсеңіз, ол қате шығып кетуі мүмкін. Тармақтал алгоритм түрлеріне не жатады? Абстракт жалған. No. Тармақтал алгоритм ол толық және толық емес болып бөлінеді. Енді тармақталу дегеніміз ол if-else қой. If-else деген сөздермен жасалатын еді, тармақталған алгоритм. Егер мына А тең 5, if А үлкен болса оннан, онда print оннан үлкен деген сөз шығар деп ше. Осылай өтірік жаза салайық енді. Оннан үлкен деген сөз шығар дейміз де, қарасақ, потом else жазбаймыз. Мынау уже осы блок толық емес. Өйткені сенің план Б жоқ. Өйткені мысалға мына жақта 15 деген сан тұрса, сен ештеңе шығарамайды. Бұл толық емес, сен толық қарастырған жоқсың келесі шақтарда. Өйткені мына жаққа 15 болады, ол мына жерде 15 болса мынаны шығады ғой, ал тек 5 болатын болса, else жағдайын қарастырған жоқсың. Сен сол үшін else-ті қосатын болсаң, онда сенде толық тармақталу деп аталады. Мынау толық. Өйткені сен if-іңда бар, else-іңда бар. If пен else болатын болса толық болады. Ал жалғыз if болатын болса, ол толық емес болады. Мектеп деректер қорында реттік нөмірі, оқушының аты, туған күні, ай, жылы, мекен жайы, өрістері бар 10-шы сынып кестесіндегі деректердің типтері қандай дейді. Реттік нөмірі қандай типпен жазылады? Int. Аха, int-пен жазылады. Оқушының аты жөні бізде обычно varcharмен жазамыз, Оны текстпен де жазсақ болады негізі. Бірақ varchar көбінесе қолданамыз. Өйткені осы жерде символдармен жұмыс істейміз да. Ал туған күні, ай, жылы болса, онда бізде ол date болатын еді.
date болатын еді. Ал мекен жайы болса, мекен жайы Тоже тоже, varchar ма? ну тоже varcharмен жазуға болады онда. Сонда біз деген int деген таңдаймыз, varchar деген таңдаймыз, date деген таңдаймыз. Year деген керек емес, year деген просто 2020 десең, осындай бір нәрсе керек болса, онда year таңдауға болады. Time десең, там уақыт көрсету керек болса, bool деген ол true, false. Онда керек емес қой. Сондықтан бізге бұларды белгілеудің қажеті жоқ. Мынау там 13, 41-ден 56 кетті деп ше көрсететін болса. Қажет емес бар. Webpad-ке CSS арқылы фондық сурет орнату. Қалай болады оқушылар? Фондық сурет. Т бола ма? Т или... Ой. EF. Почему? Типа PNG мен. Ойбай, Так, JP. здесь мына жер қате кетіп қалған. Значит, ені ала алмаймыз. А вот F дұрыс. Background image URL phone BMP деген бізде фотоның несі кеңейтілімі бар. C да бола алады. Background URL арқылы бере аламыз. Біз ACF, яғни осы үш жағдайда да қабылдай алады екенбіз. Мынау келмейді, мынау image деп келе алмайды, мына жақта background деп келе алмайды. Осындай. Жақсы оқушылар прям 2 сағат отырып тастадық.